Айдос әдеттегідей сағат 7-ге таман үйге кіріп, есікті жапқан кезде бірден ішкі ауаның салқындығын сезінді. Қыс соңы болғанымен Астананың кештері әлі де сүйікті қарып өтетін. Ол пальтосын шешіп, ілгішке іліп қойды да, тікелей ас үйге беттеді. Тоңазытқышты ашып, ішінде қалған бір бөтелке су мен кешегі қайнатқан шайдың қалдығын көрді. Тағы да дүкенге бару керек екен деп ойлады ол іштей, бірақ бүгінгі күні денесі шаршағандықтан сол ойды бірден ысырып тастады. Пәтер кішкентай, 2 бөлмелі, бірақ Айдосқа жетіп жатыр еді. Бір бөлмесін жатын бөлме ретінде пайдаланса, екіншісін жұмыс бөлмесі деп атайтын үстел, кітап сөрелері, үстінде әрқашан тексерілмеген есеп дәптерлері мен маркерлер шашылып жататын. Терезе алдында ескірген гүл құмырасы тұр, ішінде бір уақытта гүлдеп тұрған фиалка қазір сарғайып, жапырақтары түсіп қалған. Су құюды ұмытып кеткенмін деп өкінді ол тағы бір рет. Айдос 30 жаста. Биылғы жылы 30-ға толғанына қарамастан, әлі де студент шағындағыдай сымбатты, ұзын бойлы, иығы кең жігіт болып көрінетін. Бірақ бет әлпетінде бір түрлі шаршау бар еді, көз астының қара шеңбері, маңдайдағы бір-екі әжім. Мектепте 9-шы сыныпқа математика мен геометриядан сабақ береді. Балалар оны жақсы көреді, өйткені қатал емес, бірақ талапшыл. Әр сабақтан кейін 1-2 бала қалып, аға, мынаны түсінбедім деп сұрайтын. Айдос әрқашан түсіндіріп беретін. Бірақ үйге келгенде сол жылулық бірден суып қалатын сияқты. Ол үстел басына отырып, дәптерлерді ашты. Қызыл қаламмен шеңберленген қателер, түзетулер, кейбір есептердің жанына жарайды, түсіндің деп жазылған сөздер. Бір парақты ашып қараса, соңғы бетте оқушының қолымен жазылған «Рахмет, Айдос аға» деген сөзді көрді. Күліп қойды. Бірақ сол күлкі ұзаққа созылмады. Терезеден сыртқа қарады. Көп қабатты үйлердің арасындағы аула қараңғы тартып барады. Фонарлардың сарғыш жарығы жерде ұзын көлеңке түсірген. Көрші подъездің алдында біреу темекі шегіп тұр. Ал одан әрі 4-ші подъездің 1-ші қабатындағы терезеден жарық көрінеді. Сол Камила әженің пәтері. Камила әже Айдос осы үйге көшіп келгелі бері 3 жылға жуық көрші тұратын қария. Жасы 65-те, бірақ кейде одан да үлкен көрінеді, кейде керісінше қимылы жеңіл, сөзі анық. Арық бойы орташа, әрқашан ұзын көйлек үстіне камзол киеді. Камзолы әдетте қоңыр немесе қара түсті, гүлді ою өрнектері әлдеқашан түсіңкіреп, жіптері шығып кеткен. Басында әрқашан орамал, қыста жүн, жазда жібек тәрізді жұқа матадан. Көзі нашар көреді, сондықтан көзілдірік тағады, бірақ ол көзілдіріктің де жақтауы ескі, бір жағы скотчпен жапсырылған. Әже Айдоспен бірінші кездескенде балам деп атаған. Содан бері солай қалып қойды. Кейде Айдосжан деп те атайды. Алғашқы айларда әже оған бір шелек картоп әкеліп, мынаны асып же, балам, базарда арзан болды деген. Кейіннен бір күні, мына қағазды оқып берші, көзім ауырып тұр деп келіп, коммуналдық төлем қағазын ұсынған. Айдос оқып берген, түсіндіріп берген. Содан бері әже оны жиі шақыратын болды, қамыр илеуге, шамды ауыстыруға, теледидардың түймесін табуға, кейде жай ғана шай ішіп әңгімелесуге. Айдос әжені жақсы көретін. Оның сөзінде бір түрлі шынайылық бар еді. Жасандылық жоқ. Кейде әже ескі күндерді есіне алып, біздің ауылда бір уақытта бәрі бір-біріне көмектесетін еді, қазір бәрі өз алдына деп қояды. Айдос үндемей тыңдайтын. Өйткені өзі де сол өз алдына қалғандардың бірі еді. Сол кеште Айдос дәптерлерді тексеріп болып, сағат 8:30-ға таман терезені ашты. Кешкі самал бетіне тигенде бір сәт жеңілдеп қалды. Құстардың дауысы естілмейді, тек алыстан көліктердің гуілі мен лифттің шырылдағаны ғана.
Ол терең дем алды да үстелге қайта отырмақ болып еді. Дәл сол кезде есік қағылды. Баяу, бірақ анық тоқ. Айдос сағатқа қарады. Кешкі 8:45. Кім болды екен? Деп ойлап есікке беттеді. Көздеу тесігіне қараса, Камила әже. Бірақ әдеттегідей қолында ештеңе жоқ. Камзолының етегі сәл бүктеліп тұр, орамалының ұшы желпілдеп қалған. Айдос есікті ашты. Камила әже, кіріңіз, не болды? Әже бір сәт есік алдында тұрып қалды. Көзін жерге түсіріп, терең дем алды. Сосын баяу, бірақ қатты дауыспен айтты. Балам, сөйлесетін бір ауыз сөз бар. Ішке кірмей-ақ айтайын. Айдос таңғалып есікті кеңірек ашты. Не болды, әже? Жүріңіз, кіріңіз. Жоқ, деді әже басын шайқап. Тыңдашы. Ол тағы бір дем алды. Содан кейін көзін Айдосқа қадап сөзін бастады. Менде үй бар. Басқа ешкімім жоқ. Балаларым шетелде, хабар алмайды. Мен өлсем, үй мемлекетке кетеді. Сен жалғызсың, мен де жалғызбын. Егер сен мені әйел ретінде риза қылсаң, мына үйді атыңа жазып беремін. Сөз аяқталғанда пәтердің ішінде тыныштық орнады. Тек терезеден енген самал ғана пердені сәл қозғап қойды. Айдос бір сәт тілі байланып қалды. Миына не түсіп, не шыққанын өзі де білмеді. Тек жүрегінің тез соғып бара жатқанын сезді. Әже кеткен соң Айдос есікті баяу жапты. Қолындағы тұтқа әлі де суық еді, бірақ оның жүрегі керісінше оттайысып, тез-тез соғып тұрған. Ол бір сәт есікке сүйеніп тұрып қалды, көзімен әженің кеткен жағын қарады. Подъездің жарығы әлсіз, сары түсті лампа әрең жанып тұр. Әженің қадамдары естілмей қалды, тек лифттің алыстан шырылдағаны ғана құлағына жетті. Ол бөлмеге қайтып келді де диванға отыра кетті. Үстелдегі дәптерлер әлі ашық, қызыл қалам түсіп қалған. Бірақ қазір еш нәрсеге қарағысы келмеді. Басына әженің сөздері қайта-қайта оралып тұр. Егер сен мені әйел ретінде риза қылсаң, мына үйді атыңа жазып беремін. Бұл сөздерді ойлаған сайын Айдосқа бір түрлі ыңғайсыздық пен аяушылық қатар келетін. Ыңғайсыздық өйткені мұндай ұсынысты ешқашан күтпеген еді. Аяушылық өйткені әженің даусындағы дірілді, көзіндегі қорқынышты байқаған. Ол тұрып терезеге жақындады. Терезені қайта ашты. Кешкі самал енді суығырақ тиеді. Аула қараңғы, тек бір-екі терезеден ғана жарық шығып тұр. Камила әженің терезесі де жарық. Перде әрең қозғалып, ішкі шамның сәулесі сыртқа шығып тұр. Әже қазір не істеп отыр екен? Деп ойлады Айдос. Мүмкін шай қайнатып отыр ма, әлде терезе алдындағы ескі орындыққа отырып, сыртқа қарап тұр ма? Ол диванға қайта жатты. Телефонды қолына алды, бірақ кімге хабарлама жазарын білмеді. Анасына айтса, сен немене, балам, әжеңмен сөйлесіп жүрсің бе? Деп күледі. Достарына айтса, сен де байып кеттің ғой. Деп әзілдейді. Ешкімге айтқысы келмеді. Бұл сөз тек өзі мен әже арасында қалуы керек сияқты еді. Сағат 11-ден асты. Айдос шамды өшірмеді, бірақ ұйқы келмеді. Ол жатқан күйі төбеге қарап жатты. Санасына түрлі ойлар келіп кетіп жатты. Әже неге осылай айтты? Шынымен үйді беремін деп пе? Әлде жалғыздықтан қорқып па? Немесе маған сенеді ме? Ол әженің бет әлпетін есіне түсірді. Көзінің айналасындағы әжімдер, маңдайындағы ұзын сызықтар, орамалдың астынан шығып тұрған ақ шаштар. Бірақ сол бетте бір кезде сұлу болғандықтың ізі бар еді, жоғары көтерілген мұрын, әдемі пішінді ерін.
Әже де бір кезде жас болған ғой деп ойлады Айдос. Мүмкін ол кезде де біреулер оған қарап, жүрегі тез соққан шығар. Осы ойдан кейін тағы бір түрлі сезім келді, кінә сезімі. Өйткені әжеге жоқ деп айту оңай сияқты, бірақ сонымен бірге оның жалғыздығын тағы бір рет растап тастағандай болады. Сағат 1-ге таяғанда Айдос әрең тұрды. Ас үйге барып, су ішті. Тоңазытқышты ашып қарады, іші бос. Тек бірнеше жұмыртқа мен кешегі нан қалған. Ертең дүкенге бару керек деп ойлады тағы да. Бірақ ой басқа жақта. Ол қайта диванға жатты. Телефонның экранын қарады, еш хабарлама жоқ. Әлеуметтік желілерді ашып, біраз уақыт скролл жасады. Бірақ ештеңе көңілін аудармады. Ақыры телефонды өшіріп тастады. Түн бойы ұйқысы келмеді. Кейде көзін жұмып жатса, әженің дауысы құлағына естіледі. Кейде көзін ашып жатса, терезедегі әлсіз жарықты көреді. Сағат 4-ке таман әрең ұйықтап кетті, бірақ ұйқысы жеңіл, түсіне әже кіріп, бірдеңе сұрап тұрғандай болды. Бірақ не сұрағанын түсінбеді. Таңертең сағат 7-ге жеткенде телефонның дабылы шықты. Айдос көзін ашты. Басы ауырып, көзі қызарып кеткен. Бірақ бірден есіне түсті, бүгін әже таңертең жауап күтеді деп айтқан. Ол тұрып, бетін жуды. Айнаға қарады, беті сұрғылт, көз асты қара. Қандай жауап беремін? Деген ой миынан шықпады. Киініп болған соң, есікке беттеді. Бірақ дәл сол кезде өз пәтерінің есігі қағылды. Баяу, бірақ анық, тоқ. Айдос сағатқа қарады. Сағат 7:25. Әже. Ол есікті ашты. Кәмила әже тұр. Қолында кішкене термос. Камзолының түймесі бір жері шешіліп қалған, орамалы сәл ығысып кеткен. Бірақ көзі таза, бетіне аздап күлкі үйірілген. Балам, шай әкелдім деді әже жай ғана. Ішіп сөйлесейік. Айдос бір сәт үндемеді. Сосын есікті кең ашып қолын созды. Кіріңіз, әже. Әже баяу ішке кірді. Термосты үстелге қойды. Екеуі үнсіз отырды. Тек термос ішіндегі шайдың ыстық буы ғана көтеріліп, ауаны толтырып жатты. Айдос әжені үстел басына отырғызды. Кішкене ас үй үстелі екеуіне әрең жететін. Термос ішіне шайдың ыстық иісі тарап, бөлмені тез толтырды. Қара шай, аздап қант қосылған, әженің әдеттегі қайнату тәсілі. Әже термос қақпағын ашып, 2 кесеге құйды. Біріншісін Айдосқа ұсынды, екіншісін өзіне алды. Қолдары сәл дірілдеп тұрғанын Айдос байқады, бірақ ештеңе демеді. Екеуі біраз уақыт үнсіз отырды. Тек сағаттың шықылдағаны мен көшеден келетін алыс шу ғана естіледі. Айдос кесені қолына алды да бір ұрттап көрді. Шай ыстық, бірақ дәмі таныс, әже әрқашан осылай қайнататын. Әже. Кешегі сөзіңіз. Деп бастады Айдос, сөзін қалай жалғастырарын білмей. Кәмила әже көзін терезеге қарай бұрды. Перде арқылы таңғы күн сәулесі түсіп, оның бетіндегі әжімдерді одан әрі айқындай түсті. Мен саған өтірік айтпадым, балам, деді әже баяу. Барлығы рас. Үй менің жалғыз қалғаным. Балаларым. Екеуі де шетелде. Үлкені Германияда, кішісі Ресейде. Соңғы рет хабарласқанына 2 жылдан асты. Телефонға жауап бермейді, хат жазбайды. Мен оларға ренжімеймін. Өздерінің өмірі бар ғой. Бірақ менде де өмір бар еді. Сол өмірдің соңына қарай тұрмын. Әже кесесін 2 қолымен ұстап, бір сәт үнсіз қалды. Сосын жалғастырды, мен жастайымнан жалғыз қалдым. Күйеуім қайтыс болғанда 40-қа да толмаған едім.
Екі баламен бірге ауылда тұрдым. Кейін қалаға көштім. Балалар өсті, ұшып кетті. Мен осы пәтерде қалдым. Алғашқы жылдары әлі де үміт бар еді, келеді, қонаққа шақырады деп ойладым. Кейін үміт өшіп қалды. Қазір тек қорқамын. Жалғыз өліп қалудан қорқамын. Ешкім таппай, ешкім білмей. Сол ой түнде ұйқымды қашырады. Айдос кесесін үстелге қойды. Жүрегі ауырлап кетті. Ол әженің сөзін тыңдап отырып, өзінің де жалғыздығын сезінді. Өзі де кіммен сөйлесіп, кімге мұңын айтарын білмейтін. Анасы алыста, достары сирек кездеседі, махаббат дегенді ұзақ уақыттан бері ұмытқан. Әже, деді ол жай ғана, мен сізді түсінемін. Бірақ кешегі сөзіңіз, ол маған өте ауыр тиді. Әже күліп қойды, бірақ күлкісі мұңлы еді. Мен сені ұялтқым келмеді, Айдосжан. Мен тек адамдық жылу іздедім. 65-те болсам да әлі де әйелмін. Дене әлсіреді, бірақ жүрек әлі соғады. Мен сұлулық сұрамадым. Қол ұшын беруді, жылы сөзді, бірге отырып шай ішуді сұрадым. Бірақ қазіргі заманда оны да тегін айтпайды ғой. Сондықтан үйді қосып айттым. Сен үшін үй маңызды шығар деп ойладым. Ал мен үшін сен маңызды болдың. Айдос көзін төмен түсірді. Әженің сөздері оның ішінде бір нәрсені қозғады. Ол өзін кінәлі сезінді, әжеге жоқ деп айту оңай сияқты, бірақ сонымен бірге оның соңғы үмітін сындырғандай болады. Мен ойланайын, деді Айдос. Бірақ мен сізді ренжіткім келмейді. Сіз маған өте қымбатсыз. Анадай қымбатсыз. Әже баяу басын изеді. Анадай. Сол сөздің өзі жетеді маған. Бірақ мен саған таңдау бергім келді. Егер қаламасаң айт. Мен ренжімеймін. Тек ертең емес, бүгін айтсаң екен. Күткен сайын жүрегім ауырады. Екеуі тағы біраз отырды. Шай суынып қалды, бірақ ешқайсысы қайта құйған жоқ. Айдос әженің қолынан ұстап көргісі келді, бірақ ұялды. Оның орнына жай ғана, рахмет, әже. Шайыңыз үшін, сөзіңіз үшін. Бәрі үшін. Әже тұрды. Камзолының етегін түзетті, орамалын қайта байлады. Мен кетейін. Сен ойлан. Егер шешім қабылдасаң, есігім ашық. Егер қаламасаң да, есігім саған әлі де ашық болады. Әже есікке беттеді. Айдос оны шығарып салды. Подъезде тұрып, әженің баяу қадамдарын қарады. Лифт есігі жабылғанша күтті. Үйге қайтып келгенде үстелде екі кесе тұр, біреуі әже ішкен, екіншісі толық дерлік ішілмеген. Айдос кесені қолына алды да әже отырған орындыққа қарап тұрып қалды. Көзінде жас жиналды, бірақ ол төгілмеді. Ол түсінді, бұл шешім тек үй туралы емес. Бұл екеуінің жалғыздығы туралы. Және ол шешімді қабылдау үшін тағы бір күн керек болды. Айдос 2 күн бойы үнсіз жүрді. Мектепте сабақ беріп, балалардың есептерін тексеріп, үйге қайтып келгенде де әдеттегідей өмір сүргендей көрінді. Бірақ іштей бір нәрсе үнемі мазалап тұрды. Камила әженің сөздері, оның көзіндегі үміт пен қорқыныш араласқан қарашығы, термос ішіндегі суыған шай, бәрі миында айналып жүрді. 3-ші күні, жұма кешке, ол шешім қабылдады. Бұл шешім оңай болған жоқ. Бірнеше рет телефонды алып, анасына қоңырау шалғым келді, бірақ сөз таба алмады. Достарына жазғым келді, бірақ олардың әзіл оспағына төтеп бере алмайтынын білді. Соңында барлығын өзі шешуге тура келді. Сағат 8-ге жуықта Айдос әженің есігін қақты.
Іштен баяу қадамдар естілді. Есік ашылғанда Камила әже алдында тұрды, әдеттегідей камзол көйлек, басында орамал, бірақ бұл жолы көзі сәл қызараңқы, ұйқысыз түндердің белгісі сияқты. «Кір, балам», деді әже дауысы сәл қатты шығып. «Күтіп едім». Айдос ішке кірді. Пәтер іші таныс иіспен толы, ескі кітаптар, қағаз, аздап кепкен шөптің иісі және әже әрқашан қосатын лаванда майы. Терезе алдындағы кішкене үстелде қолөнер құралдары шашылып жатыр. Әже соңғы күндері ою-өрнек тоқып отырған сияқты. Екеуі диванға отырды. Әже бірінші сөз бастады. «Айтшы. Ойланып болдың ба?» Айдос терең дем алды. Дауысы алғашқы сөздерде сәл дірілдеп кетті, бірақ сөйлеген сайын нықтала түсті. «Әже, мен сізді әйел ретінде риза қыла алмаймын. Мұны айту маған өте ауыр. Себебі сізді ренжіткім келмейді. Бірақ менің жүрегімде сізге басқаша құрмет бар. Сіз маған анадай қымбатсыз. Мен сізді солай қабылдай аламын, ана ретінде». Әже үндемеді. Тек көзін төмен түсіріп, қолындағы орамалдың шетін саусақтарымен орап жатты. Айдос жалғастырды. «Мен сізге уәде беремін. Сіз жалғыз қалмайсыз. Мен әр апта сайын келіп тұрамын. Дүкенге бірге барамыз. Дәрі-дәрмегіңіз таусылса, мен алып келемін. Ауруханаға бару керек болса, апарамын. Телефонды бірге қарап, балаларыңызға хат жазамыз. Егер қаласаңыз, мен сізді Камила ана деп атаймын. Ал сіз маған ұлым деп айта бересіңіз. Үйіңізді атыма жазудың қажеті жоқ. Ол сіздікі. Бірақ мен сіздің қасыңызда боламын. Қанша уақыт қалсаңыз да». Бөлмеде ұзақ үнсіздік орнады. Тек сағаттың шықылдағаны ғана естілді. Сосын әже баяу басын көтерді. Көзінде жас жиналып тұрған, бірақ ол жас ағып түспеді. Ол тек баяу күлді, өте жұмсақ, өте мұңлы, бірақ сонымен бірге жеңілдеген күлкі. «Сен менің жүрегімді риза қылдың, Айдосжан», деді әже. «Мен саған үйді беремін деп ойлағаным. Ол тек себеп еді. Мен саған жылу іздеп едім. Ал сен маған одан да қымбат нәрсе бердің». Әже тұрып, Айдостың иығына қолын қойды. Оның қолы салқын әрі жұқа болды, бірақ сол қолдың салмағы Айдосқа өте ауыр әрі жылы тиді. «Жарайды, ұлым. Келістік. Енді сен менің ұлымсың. Ал мен сенің анаң боламын. Қанша уақыт қалса да». Сол күннен бастап бәрі өзгерді. Айдос әр жұма сайын әженің үйіне баратын болды. Кейде бірге базарға барады, кейде әже пісірген бауырсақты жеп, ескі әңгімелерді тыңдайды. Әже балалары туралы айтқанда Айдос тыңдайды, кейде хат жазайықшы деп ұсыныс жасайды. Кейде әже жай ғана «Қане, шай қайнатайық» дейді де, екеуі терезе алдында отырып, сырттағы қарды қарайды. Үй мәселесі шешілген жоқ. Бірақ жалғыздық шешілді. Кейде кешке Айдос өз пәтерінде отырып, әженің терезесінен шығатын жарықты көреді. Сол жарық оған «Сен жалғыз емесің» деп сыбырлайтын сияқты. Ал әжеде сол жарықтың ар жағында отырып, «Менің ұлым бар» деп ойлайтын. Ең қымбат нәрсе үй емес екен. Ең қымбат нәрсе біреудің жүрегіне жылу беру.